Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Сіздерге осындай әдемі тақия тігудің жолын үйрететін боламын. Мен тігінші емеспін, өзім хоббиім десем де болады. Осылай тігіп үйрендім өзім интернеттен көріп. Міне осындай бізге шеңбер керек. Осы нүктеден мына шеңбердің шетіне дейін 11 сантиметр болу керек, және маған 58 сантиметр тақия керек өлшемі. Сол үшін мен 2 сантиметр артық аламын, 60 сантиметр қылып. Міне жаңа нүктеден түстік қой, шетіне, шеңбердің шетіне, содан бастап айналдыра есептейміз. Сантиметр өлшеп шығамыз. Мен нүкте қойып қойдым алдын ала өлшеп. Міне осы жерге дейін 60 сантиметр шықты. Осыны түзу сызық қылып сызып аламыз. Және осыны айналдыра қырқып шығамыз. Мына бұрышын алып тастаймыз. Енді шеңберімізді қырқып алып, мат велюрға қойып, осылай сызып алып, қырқып шығатын боламыз. 2 шеңбер керек болады. Бізге керегі міне 2 мат велюрдан шеңбер, бір дублерин. Бұл дублериннің мына бетін қарасаңыздар, міне жылтырақ, бұяғы клейі бар. Мына жағы клей емес. Екінші жағы клей емес болғандықтан оған паутинка жабыстырамыз. Тура осылай қырқып аламыз. Бір паутинка, бір дублерин. Осы міне ұзындығы 62 сантиметр мат велюр керек, және паутинка. Және ортасында бұның ені 12 сантиметр болса, мынаның енін 6 сантиметр аламыз. Өйткені велюр қоямыз. Сосын бір қолмен істегеннен кейін сәл ыңғайсыздау болып отыр. Паутинканы, сосын дублеринді былай қойып, былай жауып үтіктейміз. Бұл тақияның жаны. Енді мына шеңберді де дәл солай. Біріншіден клей жағы, міне клей набеті. Мынаны бірінші үтіктеп аламыз, осылай. Үтіктеп аламыз. Сосын мына жақ клей емес жағына паутинканы қоямыз. Мата тайып кетпес үшін, әдемі тігілу үшін. Паутинканы қайтадан мат велюрімізді қойып, әдемі қылып қойып алып, жайғастырып үтіктеп аламыз. Мынаны да, мынаны да. Міне барлығын қосып, бір-біріне жаңа айтқанымдай қылып, жақсылап үтіктің буымен үтіктеп шығамыз. Міне осылай болады. Қатты болып, әдемі болады. Міне қараңыздар, барлық жерін үтіктеп, жақсылап үтіктеп шықтым. Қазақша каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіз. Енді мына жанындағы артық жерлерін қырқып алып тастайтын боламыз. Міне жақсылап қырқып дайындап алдық. Шеңберіміз түп-түзу болып, енді бір-біріне беттестіріп тігіп шығатын боламыз. Осылай беттестіресіздер. Мына шетінен ортасына қарай тігіп шығасыздар. Сол кезде тақияның төбесі 3 бұрышты болып, әдемі болып көрінеді. Міне мен тіктім. Мына бетін аударып көрсетейін сіздерге. Міне тақиямыздың төбесі дайын. Мен әдемі болып көріну үшін тура төбесінен тіке жанына осындай тігістер түсірдім. Енді тақиямыздың жанындағы кестесін тігетін боламын. Мен мынандай 29-ға қойып тіктім. Өте жай тігеді, біраз уақыт алады енді. Міне әдемі өрнек шықты. Енді бұның қасына 2 түзу сызық тігетін боламын.
Мен 29-ға қойып тіктім, 3 бүріш болып шықты. Міне 2 түзу сызық тігіп шықтым. Тағы да енді оны тақияның төбесімен жанын біріктіретін боламыз. Тақияның төбесін теріс аударып аласыздар осылай. Және тура осы көрсеткендей, тура осы шеттен 0,5 қылып тігіп шығасыздар айналдыра. Мен сіздерге бір қолмен міне шетіне де келіп жеттік. Міне тігіп оң бетін аударып көресіздер. Және жаңа сантиметрмен тағы да өлшеп шығыңыздар. Сіздерге 58 сантиметрді өлшеп аласыздар. 0,5 қылып 1 сантиметр ғана артық қылып, қалғанын қырқып алып тастайсыздар. Маған 58 сантиметр керек. Мен өлшеп 58,5 қылып қырқып алдым. Енді бұны бір-біріне қосып, мына шетінен бастап, мына жерге дейін тігіп шығатын боламыз. Тақиямызды теріс бетін аударып аламыз бірінші. Міне осылай қойып, міне осылай тігіп шығамыз. Тура осы белгі берген жерге дейін тігіп шығамыз. Артық жерлерін, мына бір ұшы артық, сол жерді қырқып алып тастайтын боламыз. Жіптерін әр тіккен сайын жіптерін қырқып отыруды ұмытпаңыздар. Жақсылап тақияны оң бетін аударып көреміз. Тақиямызды кигізіп көреміз. Егер тақияны өлшеп тігетін адам қасыңызда болса, менің қасымда жоқ болғаннан кейін, оны киіп көрсеткен жоқпын. Мен заказ алып тігіп атқаннан кейін уже үйреніп қалдым. Енді мен тігіншімін деп айтамаймын. Енді өзімді осындай хоббиім. Тіккім кеп үйреніп, ютубтан қарап тігіп үйрендім. Міне тақиямыз дайын, тек шеттерін тігіп шықсақ болды. Міне тақияны осылай теріс бетін аударып аламыз да. Осылай тігіске зигзагпен тігіп шығамыз. Тігісіміз мықты болу үшін. Міне менің заказға кеткен тақияларым. Қазақша каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Алдын ала рахмет. Міне өте әдемі тақиялар.